Иә, жайқалып өсіп тұрған шөптер мен қамыстар, дегенмен арасында бар қурап кеткен ағаштар. Бұл тағы да Баялиев көшесі. Бір айналдырса шыр айналдырады деген осы болса керек. Шаһар басшылығы бұл көшені ұмытты ма белгісіз, әйтеуір көзінің бір қиығын да салмады. О баста көше тұрғындарының қамы үшін деп 3 шақырымды құрайтын демалыс аймағын салып берген болатын. Дегенмен жаңадан салынған жолдың да сапасыздығына көз жетті. Жарайды, салынған жолдың сапасыздығын осыған дейін де айтуымыз аз болмады. Енді абаттандыруға мойын бұрсақ. Байқағандарыңыздай, аталмыш көшеде егілген талдан да биік өскен шөптер бар. Әлде бұл көшеде тал емес, арнайы осы жантақ шөбін екті ме, ол да белгісіз. Әйтеуір қыруар ақша бөліп абаттандырған жерден қараусыз тұрған көшенің шөбі жақсы өскендей. Сондай-ақ орман болған жабайы шөптердің ортасына әсемделген орындықтар тұр. Дегенмен бұл орындықтар тұрғындарға арнап салынған деуге сену қиын. Себебі орындықтарға отырмақ-тұрмақ барудың өзі бір мәселе. Құрметті Нұрбол Тұрашбеков мырза, бұл көше расымен естен шықты ма, әлде алдағы уақытта егін алқабы қылу ойда бар ма? Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.